былай жасайық. Сен исламға қатысты түсінбей жүрген сұрақтарыңды қой да, егер соған бір 3 сұрақ қой, үшеуіне де кәдімгі қанағаттанарлық деңгейде жауап алсаң, осы жерде кешірім сұрап исламды қабылдайсың. Мен жауап бере алмасам, онда сенің басқа өтінішіңді орындаймын. Бола ма? Сен жауап бере алмасаң, атеист болып кетесің ба осы жерде? Жауап бере аламын мен. Оған сендім. Жоқ, мен ешқандай сәттерде дінімнен шықпаймын. Жоқ, сен не қыласың ба? Давай десең, мен қой сұрағымды, мен жауап беремін. Лайк басып отырайық. Қандай сұрақ қояйын саған, айтшы Арман. Исламға қатысты түсінбей жүрген сұрағымды қой. Айды, аспанда ишакпен ұшу деген қалай саған былай? Ишак несі? Ишак та, ишак. Аспанда ұшақ деп айтады ғой, өткенде. Исламға не қатысы бар? Саған исламға қатысы бар сұрақ қойсайшы өзің. Ақиқат іздеп жүрген адам қылмайсың ғой сен. Исламда, Құранда, хадисте қай жерде айтыпты ешек ұшақ деп? Ешек. Ну жарайды, айды екіге бөлу деген түсіндіріп берші ал. Жақсы, жарайды. Бұл айды екіге бөлу деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жалпы Меккеде кезіндегі мүшриктерге көрсеткен мұғжизасы. Яғни мұғжиза деп атқан сен тілінде түсіндірсем, бұл метафизикалық, яғни адамның ырқынан тыс сондай қазақша айтылатын болсақ, бір таңғажайып құбылыс. Сиқыр. Сиқыр емес, енді құбылыс та сондай ғажап та. Енді ол нәрсе әлбетте Алланың қалауымен. Ол қалай болды? Мысалы, былай болды. Жаңағы Меккелік мүшриктер айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер сен пайғамбар екенің рас болса, мұнда пайғамбар екеніңді дәлелдейтін бір нәрсе көрсетші дейді, біз таң қалдыршы дейді. Біз сол кез дініңді қабылдайық дейді. Сөйтеді, жаңағы Жебірейіл алейхиссалам келіп уахи келтіріп, дінін бөледі. Енді бір қызығы, оны егер сен өтірік дейтін болсаң, бұның рас екендігін дәлелдейтін тарихи құжаттар бар. Оған дәлел ретінде мынау қазіргі таңдағы Британиядағы музейде үнді үннің ескі қолжазбалары бар. Сол кітаптарда жаңағы сол кезеңде айдың екіге бөлінгенін көрген сол уақыттың халықтары, жаңағы патшалары туралы, солардың таңданысы туралы жазбалар бар. Демек, бұл тарихта болған кәдімгідей оқиға. Айды екіге бөлуді НАСА-да дәлелдеді ғой, одан хабарың бар ма негізі? Жоқ, бөлінген НАСА дәлелдегеніне хабарың бар ма? Жоқ, НАСА-дан бұрын, НАСА-ны қоя тұрсың, НАСА-дан бұрын сол 7-ші ғасырда осы нәрсені, НАСА-дан бұрын бұл нәрсені дәлелдеген кім ғой? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қолмен жасаған кәдімгі Алланың көмегімен. Сонда мен мұсылман болсам, сол мұғжизаға сенуім керек та, Иә. Арман, бұл жерде былай ғой, ақиқат іздеп тұрған жігіт емес та бұл кісі. Меніңше. Просто жаңағындай ғой, сөзден ілік іздеп, нақты. Жоқ, екінші сұрағын қойшы, сен екінші сұрағыңа да. Қазір 1 минут, сіздер әңгіме жүрдіңіз ба мазаны? Жоқ, біздің мақсат андай ғой, ескертіңдер дейді ғой, біздің мақсат тек ескертіп жеткізу да, ары қарай қабылдай ма, қабылдамай ма, ол өзінің проблемасы ғой, Абылқасым. Мен енді біз қатардағы мұсылман болғаннан кейін кейбір нәрселер нерві шыдамай жатады, енді пендеміз ғой бәріміз. Біз Құранда Алла тағала айтады ғой, ла икраха фид-дини, дінде зорлық жоқ дейді. Яғни біз бұны күштеп мұсылман қылу емес мақсатымыз. Мақсатымыз сол ақиқатты жеткізу да. Ана 9 жасар қыз алу дегенді айтайын сен. Не ол 9 жасар деген? Ана Айша аналарыңды 9 жасында алған екен ғой. Соған қатысты. Марқұм ұстаздарың айтыпты ғой соны, сондай. Соған қатысты. 9 жасында алған деген видеосы, жарып атыр енді, ол не енді? Енді соны айтып берейін ба? Айтшы, соны бір дәлел, осыны дәлелдесең мен болды, мен осы жерде мен жігітше мойындаймын. Ислам қабылдайсың ба сөйтіп, осыны дәлелдеп берсем? Егер мойындап деппін ғой, егер дәлелдеп, соны маған жеткізе алатын болсаң, жақсы.
мен қабылдаймын, мен еркекше қашпаймын. Бол, бисмилла. Дәлдік берейін. Біріншіден, имам Бұхари мен Муслимнің хадис жинақтарында, тәпсір бөлімінде Бұхаридің Фадауилул Құран деген тарауында Юсуф ибн Махик былай деп айтады. Айша анамыз Алла тағала пайғамбарына Оны айтқан керек емес маған, көрсет. жасын айтып берейін деп жатырмын ғой, енді осы дәлелден тыңдасай. Ендеше біліп қойсын, жақында ол қауым жеңіліс тауып ту сыртын беріп қашады деген Хамар сүресінің аят түскен кезде мен ойын баласы едім дейді. Демек, Хамар сүресі бұл Меккеде ай жарылған кезде түскен аят. Және Ибн Аббастың, Әзірет Османның, Имам Джафардың көзқарасы бойынша бұл Хижридің 5-ші жылы болған деп айтылады. Демек, хадисте келетіндей жария сөзі ойын баласы деп аударылса, бұл ойын баласы деген 9-11 жас қыз балаға айтылады. Демек, біз осы сүреге сай есептейтін болсақ, Айша анамыз осы сүре түскен кезде 9 жаста болады. Оның тұрмысқа шығуы Хижреттен кейін, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединеге қоныс аударғаннан кейін 8 айдан соң Бәдір шайқасынан кейін болады. Бұл шамамен 624 жыл милади. Енді біз азайтамыз. 624 азайтамыз. Жаңағы аяқ 614 жыл түссе шамамен 614-тен 605 азайтсам 9 болады. 9 болады, дұрыс па? 9 жаста аят түседі. Енді демек 605 жылы туылды деген сөз шамамен. Енді сұрақ, 624-тен 605 азайт қанша болады? Қанша болады? 19. Пожалуйста, бұл бірінші дәлел. Екінші дәлел келтірейін. Айша анамыздың Асма деген әпкесі болған. Ибн Хаджар Аль-Асқаланидің дерегіне сәйкес Асма бинт Абу Бәкір. Асма әпкесі 10 жасқа үлкен болған. Енді соның жасымен мен саған есептеп берейін. Асма Хижреттің 73-ші жылы 100 жаста қайтыс болады. 100-ден 73-те айтамын 27, демек бұл Хижретке 27 жыл қалғанда туылды деген сөз. Демек Хижрет бізде 622 жылы болса, Асма 595 жыл туылған болып саналады. 595-ке 10 қосса қанша болады? 595-ке 10 қосса қанша болады? 605. 605, пожалуйста. Яғни Бәдір шайқасынан кейін 8 айдан соң тұрмысқа шығатын болса, Хижреттен соң, онда біз 624-тен 605 айтсақ, сонда 19 жас болып шығады. Яғни шамамен 18 жас, 8 ай, 19. Бұл екінші дәлел. Үшінші дәлел келтірейін. Имам Муслим жеткізген бір хадисте Айша анамыздың Бәдір шайқасына қатысқанын жайлы айтылады. Мына Имам Муслимнің Китабул Джихад Васияр деген кітабында біз теректің астына жете бергенімізде артымыздан қуып жетті деп айтылады. Яғни сол шайқаста су тасып жүрді деп айтылады. Сахаба Анас Ухуд шайқастарының естеліктерін алған кезде мен Айша мен Үмме Сүлайымның білек сыбанып су тасып жүргенін көрген едім деп айтады. Бұл Бұхаридің Китабул Джихад Васияр кітабында. Демек Ухуд шайқасы милади санау бойынша 623 жыл өтетін болса, біз 9 жаста үйленді дейтін болсақ, жоқ, не үшін ол Бұхаридің хадисінде 9 жасында деп келді онда? Оны түсіндіріп берейін себебін. Арабтарда мынандай нәрсе бар. Арабтарда жалпы хазф логикасы деген нәрсе бар. Хазф логикасы деген сөз, мәселен, қысқартып айту. Мысалы, арабтарда басмәлә деген сөз жоқ, ол бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздің қысқартылғаны. Болмаса жаңағы хауқала деген сөз жоқ, ол ла хаула ва ла қуввата илля билля деген зікірдің. Сол секілді жасқа байланысты да қысқартып айту деген сондай диалект болған. Мәселен, көшеде бір қыз кетіп бара жатса, жүгіріп 10 жасы 16-да болса, мен 6-тамын деп айта салатынмын. Мысалы, сен қай жылсың деп сұрақ қойсам, сен 95 болсаң, сен 95 деп жауап бересің. Бірақ сен 1995-те туылдың, дұрыс па? Мысалы деп атым да. Дәл сол секілді осындай қысқартып айтылған. Сондықтан да ғалымдар айтады, хазф логикасына сай 9 деген 19 жас болуы мүмкін дейді. Сосын екінші себебі хадисте өйтіп келген, мысалы, ежелгі арабтарда етеккір келгеннен бастап қыздың жасын есептеу бастаған. Демек, оның 9 жасында етеккір келе бастаған болса, сол жастан бастап бірде деп солай есептейтін болған. Сондықтан да осындай оның себептері бар. Түсіндің ба? Балиғат жас деген қалай бекітілді сонда? Ау? Балиғат жас деген қалай бекітілді сонда? Енді қара, осыған қатысты айтайын.
балиғат жасына қатысты айтайын. Жалпы балиғат жасы деп отқанымыз бұл ер мен әйелдің былайша айтқанда жетілу деген сөз ғой, енді бәлаға деген жетілу. Былайша айтқанда жыныстық, рухани тұрғыдан жетіле бастаған шағы. Яғни қыз балалар 9, ұл балалар 12 жастан бастап балиғат деп айтылады. Бірақ бұл некелесу жас емес. Бұл жауапкершілікті, яғни құлшылықты өтей алатын, ақыл есі кіретін жас деп бекітіледі. Сондықтан да мына сахаба Анас ибн Малик айтады, өзінің балиғатқа толған былай еске алдым дейді. Яғни ихтилам болған кезде маған енді әйелдердің ортасына кірме деп айтты дейді. Ихтилам деп отқанымыз мәнидің сыртқа шығу. Мәни деп отқанымыз ер адамдағы болатын сұйықтық. Яғни сол сыртқа шыққан соң ол өзінің сондай бір жетілгенінің бір белгісі да. Сондықтан да сол балиғат деген сол. Үндіре алдың ба? балиғат жасқа толған кезде өзі тұрмысқа шыға беруге бола ма? Балиғат жасқа толғаннан бастап сен құлшылығыңды өтей аласың, яғни Алланың бекіткен парыздарын орындау міндеттеледі. Яғни балиғат, былайша айтқанда, бұл үкімді орындай алатын ақыл есі жетілген кезең. Бұл некелесу жасы емес. Түсінесің ба? Түсіндім. Енді қанағаттандың ба енді? Қалай дейді? Қанағаттандың ба жауапқа? Айтпаса отырайық, болды. Исламды қабылдайтын шығарсың енді осы жерден. Ақиқат екенін біл. Жігітше сөзімде тұрдым мен, дәлдеп бердім. Тұра тұр, бір сұрақ қоям, сол сұраққа жауап берсең қабылдаймын. Жақсы. Сұрақ деп айттың ғой өзің. Жарайды. Бисмилля дайымыз. لا حول ولا قوة إلا بالله. Мейлі қоя берсін. Бауырларға айтпаса отырайық. Қоя бер. Естімей қалдым. Сұрағын қойсайшы бауырым. Айналайын. Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Так, соңғы сұрағым енді мына қара. Исламда айтады. Мынандайға жазғанды көресің дейді, тағдырға жазғанды. Иә? Сонда сен маңдайыңа жазғанды көретін болсаң, Алла тағала бәрін саған не істеп қойған болса, не үшін өмір сүріп жүрсің да? Жақсы. Адамда жалпы таңдау бар ма деген сияқты нәрсе қойып тұрсың ғой, тағдыр деген қалай жалпы ислам деген? Иә. Жалпы жауап берейін. Жалпы тағдыр деген нәрсе хадар әлемі зерттейді. Жалпы тағдыр өзі екіге бөлінеді ислам фәлсәфасы бойынша. Яғни әл-муаллах әл-хубрам. Яғни өзгеретін тағдыр, өзгермейтін тағдыр. Демек, өзгермейтін тағдыр деп отқанымыз бұл Алланың сені қашан, қай жерде туыласың, қай жерде өлесің, қандай отбасын туасың дегенде сенің еркің араласпайтын объективті аймақ. Жаңа муаллах тағдыр деп отқанымыз. Ал енді өзгеретін тағдыр деп отқанымыз адамның амалы, дұғасы арқылы, таңдауы арқылы жүзеге асады. Мысалы, Алла тағала адамға ирода, яғни қазақша айтатын болсақ, жаңағы қалау деген нәрсе, таңдау деген нәрсе береді. Бірақ ол жаңағыдай сол таңдауының нәтижесінде қиямет қайымда, махшар алаңында Алла адамнан сұрақ жауап алады. Сен неге бұндай жол таңдадың деген секілді. Саған осындай қызмет бердім деген сияқты. Демек, Алланың ирадасы, қалауы ол жүзеге асады. Адамның қалауы сол амал арқылы жүзеге асады.
Аллах өзінің әл хаким әл әлим деген барын білуші деген сипат арқылы, хикмет иесі деген сипат арқылы адам таңдауын біліп тұрады, бірақ оған таңдау беріледі. Сол үшін де қазір адамдар қаласаң кәпір бол, қаласаң мұсылман бол, қаласаң діннен шық, қаласаң залым бол. Алла тағала сондай еркіндік беріп қойған. Бірақ әр нәрсені өзің сұрауға. Жалпы осы тағдыр деген мәселе ислам философиясы бойынша. Жалпы осы не болды ғой? Уағалейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы сұрақтарыңа жауап бере алдым деп ойлаймын. Уағалейкумассалам. Арман негізі сен баяғыдан қараймын ғой енді, былай қараймын. Прямойларыңды көремін, видеоларыңды қараймын. Мына жақта академиктер бар, олар тәңіршілдікті енді ешкім өзінің несін жаман деп айтпайды ғой негізі. Ары қараймын, бері қараймын. Негізі осы ойланып жүрмін ғой енді. Осы дұрыс, осы ислам ау. Машалла. Айтасың, иә? Иә, әрине. Ақиқат осы ғой. Абу Қасым. Иә, тұраптым. Енді өзің ойың қандай енді? Исламға бисмилля деп келесің ба, әлде қалай? Қабылдайсың ба? Қабылдау үшін не істеуім керек мен барып? Мешітке барып, өзім барып не қыламын ба? Қалай? Калима шахадат айтады. Калима шахадат? Олардың бар екендігіне куәлік келтіресің да. Қалай қабылдаймын? Онда сен айт, сен артынан мен қабылдайын соны, айтайын бірге. Бірге оның ешқандай қиындығы жоқ. Жарай ма? Естіліп жатыр ма даусым? Иә. Онда қайталап айт, жарай ма? Жайлап. Сосын қазақшасын айтасың ғой енді бірінші. Бисмилля. Ашхаду ла илаха илlallah. Қалай? Ашхаду ла илаха илlallah. Ашхаду ла илаха илlallah. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Абдуху ва расулух па? Иә. Соны айт. Ашхаду ла илаха илlallah. Ашхаду ла илаха илlallah. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Абдуху ва расулух. Иә. Мағынасы Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед оның елшісі әрі құлы екендігіне иман келтіремін. Болды. Машалла, бауырым, мұсылман болғаның құтты болсын. Енді осы жолдан таймай, ақиқаттың жолынан шын ниетпен қабылда, жүрегіңе байла. Алла тура жолдан тайдырмасын, бауырым. Алайын. Болды, Арман, жақсы. Аман бол, кіріп тұрам эфиріңе. Жақсы. Машалла. Аллаға шүкір, бауырлар. Ассалаумағалейкум, Арман бауырым, қалайсың? Уағалейкумассалам. Мынау жәнегі ақылтайларын айтып жатқандарын айтамын да мен мысалы. Олар Алла жоқ дейді, бірақ дәлелдеме әкелмейді да. Ал дәлел әкел десем, жоқ нәрсеге дәлел болмайды деп айтады да маған. Ол сен жоқ нәрсені дәлел жоқ деп айтуыңның себебінің өзінің несі